Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгін қастан тарих пәнінен өтетін сабақтың тақырыбы әскери коммунизм саясатынан жаңа экономикалық саясатқа көшу. Дәптерімізді ашып, бүгінгі сабақтың тақырыбын жазып алыңыздар. Зерттеу сұрағы Қазақстан үшін жаңа экономикалық саясаттың артықшылықтары қандай болды? Сабақтың мақсаты 20 ғасырдың 20-30 жылдарындағы әміршіл әкімшіл жүйе саясатының зардаптарын талдау. Жаңа экономикалық саясаттың нәтижесінде орын алған өзгерістерді сипаттау. Өткен сабақтан сіздер не білесіздер? Қырғыз-қазақ АКСР-ның құрылуының тарихи маңызымен таныстыңыздар. Оқушылар ең алдымен білімнің сайтын пайдаланып, әскери коммунизм саясатынан жаңа экономикалық саясатқа көшуге байланысты бейнематериалдар көретін боласыздар. Азамат соғысының барысында кеңес өкіметі қызыл әскерді азық-түлікпен қамтамасыз ету үшін қандай әдістер қолданды? Азамат соғысы барысында әскери коммунизм саясаты қалай жүзеге асты? Қазақ халқының 1921 жылы аштыққа ұшырау себептері қандай? Аштыққа ұшыраған қазақ халқына кімдер көмек көрсетті? Осы сұрақтарға жауап іздейік. Азамат соғысының барысында кеңес өкіметі қызыл әскерді азық-түлікпен қамтамасыз ету үшін қандай әдістер қолданды? 1918 жылы кеңес өкіметі қызыл армияны азық-түлікпен қамтамасыз ету үшін Түркістан өлкесіндегі барлық 4 түлік малды күшпен тартып алуды бастады. Бұл саясатты Түркістан майданының қолбасшысы Михаил Фрунзе асқан қатыгездікпен жүзеге асырды. Азамат соғысы барысында әскери коммунизм саясаты қалай жүзеге асты? 1919 жылы экономиканы соғыс жағдайына ыңғайлап қайта құру және майданды азық-түлікпен қамтамасыз ету үшін әскери коммунизм саясаты енгізілді. Бұл саясаттың ең басты міндеті өнім бөлісін толық орталықтандыру, азық-түлік, шикізат және басқа да ресурстарды мемлекет меншігіне жинап, қорғаныс үшін пайдалану болды. Әскери коммунизм саясатының негізгі белгілері. Бірінші, азық-түлік салғырты енгізілді. Екінші, жеке саудаға тыйым салынды. Үшінші, азық-түлік теңгерме ұстанымы бойынша бөлінді. Төртінші, ірі, орта және ұсақ өнеркәсіптер мемлекет меншігіне көшірілді. Бесінші, жалпыға бірдей еңбек міндеткерлігі енгізілді. Алтыншы, басқару ісі орталықтандырылды. 1919 жылы 11 қаңтарда азық-түлік тапшылығы шиеленіскендіктен азық-түлік салғырты енгізіліп, шаруаларға ауыл шаруашылығынан артылған өнімнің барлығын мемлекетке өткізу міндеттелді. Осылайша, Қостанай уезінен 6 миллион пұт астық жиналса, Қарғалы шұға фабрикасы әскери шинелдер тігу үшін шұға дайындады. Сондай-ақ 1920 жылдың басында майдан апталығы өткізіліп, мыңдаған пұт астық пен киім-кешек жиналды. Осы жылы Атыраудан орталық Ресейге 600 мың пұт мұнай әкетілді. Қазақ халқының 1921 жылы аштыққа ұшырау себептері қандай? Аштық большевиктер билігіндегі өлкелердің барлығын қамтыды. Алдымен Еділ бойындағы халықтарды, әсіресе башқұрттарды жайлаған аштық бірте-бірте қазақ жеріне жетті. 1921 жылы коммунист Тоболин Түркістан өлкелік комитетіне қазақтар экономикалық тұрғыдан әлсіз халық болғандықтан бәрібір өліп бітуі тиіс. Сондықтан да революция үшін аштыққа қарсы күреспей, оның орнына майданды қолдау маңызды деген мәлімдеме жасады. Қазақтардың барлық азық-түлік малдары түгелімен Мәскеуге жеткізілді. Осылайша күн көрісінен, малынан айырылған қазақтар аштыққа ұшырап, ел ішінде індет аурулар тарады. Аштыққа ұшыраған қазақ халқына кімдер көмек көрсетті? Орталыққа қазақ жеріндегі аштық туралы ашыққан адамдарға ешкім көмекке келген жоқ. Олардың барлығы аштықтан азап шегуде деген хабарлар жіберілсе де, ашаршылыққа ұшыраған халыққа кеңес өкіметі тарапынан ешқандай көмек болмай, халық аштан қырылды. Бұл оқиғаны өз көзімен көрген Ілияс Жансүгіров «Жұт» деген өлеңін жазды.
Қазақ халқының қырылғанын көрген қазақ ашаршылыққа ұшыраған аймақтарды азық-түлікпен қамтамасыз ету үшін мал жинауды ұйымдастырды. Әлихан Бөкейханов 1921 жылы Семейде аштыққа қарсы күресу одағын ұйымдастырып, ашаршылыққа ұшыраған халыққа мал жинады. Нәтижесінде 15 мың мал басы жиналып, Торғай, Қостанай өңірлеріне көмек ретінде жіберді. Оқушылар бір материалды көріп аяқтадық, келесі бейнематериалымызды көреміз. Азамат соғысынан кейін Кеңес өкіметі неліктен әскери коммунизм саясатынан жаңа экономикалық саясатқа көшті? Жаңа экономикалық саясаттың қандай артықшылықтары болды? Әскери коммунизм саясаты мен ЖС-тің белгілерін қалай ажыратамыз? Әскери коммунизм саясатының салдары қандай болды? Жаңа экономикалық саясат өнеркәсіп пен саудаға қандай өзгерістер әкелді? ЖС кезінде Кеңес өкіметі тарапынан қандай реформалар жүзеге асты? Азамат соғысынан кейін Кеңес өкіметі неліктен әскери коммунизм саясатынан жаңа экономикалық саясатқа көшті? Коммунистердің пікірінше, ЖС-тің негізгі міндеті елдің экономикалық жағынан артта қалу мәселесін шеше алатын жұмысшылар мен шаруалардың одағын құру, өнеркәсіп пен ауыл шаруашылығының бір-біріне көмектесуін жүзеге асыру. Жаңа экономикалық саясаттың қандай артықшылықтары болды? Жаңа экономикалық саясаттың артықшылықтары: несие тұтыну кооперациясының құрылуы, еңбек міндеткерлігінің жойылуы, сауда еркіндігі, жалдамалы еңбекті қолдану, жерді жалға беру, ұсақ кәсіпорындарды жалға беру, кәсіпорындарды шаруашылық есепке көшіру. Әскери коммунизм саясаты мен ЖС-тің белгілерін қалай ажыратамыз? Әскери коммунизм белгілері: азық-түлік салғырты жойылды, өнімді айырбас бөлу жүйесі енгізілді, жалпыға бірдей еңбек міндеткерлігі енгізілді, ақшалай жалақы орнына карточкалық паёк берілді, жекеше кәсіпорындар мемлекет қарамағына алынды, өндірістік тауарлар мен астық саудасына мемлекеттік монополия орнатылды. Жаңа экономикалық саясат белгілері: еңбек міндеткерлігі және еңбек армиялары жойылды, жеке ауыл шаруашылық қожалықтарына, жеке меншіктегі кәсіпорын иелеріне жалдамалы еңбекті пайдалануға рұқсат берілді. Елдегі ақша жүйесін нығайту, ақысыз қызмет көрсетуді жою, еңбекке ақшалай жалақы төлеу міндеттелді. Мемлекеттік және кооперативтік сауданың дамуы көзделді. Мемлекеттің бақылауымен жеке саудаға рұқсат берілді. Әскери коммунизм саясатының салдары қандай болды? Әскери коммунизм саясатының салдары ауыр болды. Олар: басқарудың шамадан тыс орталықтандырылуы, мал басының кемуі, аштықтың етек алуы, бүліктер мен көтерілістердің шығуы. Ал жаңа экономикалық саясат енгізілгеннен кейін экономикалық дамуда біраз табыстарға қол жетті. ЖС-тің жетістіктері: елдің дағдарыстан, ашаршылықтан шығуы, нарықтық қатынастарға көшудің басталуы, салықтың жалпыға бірдей ақшалай түрінің енгізілуі, астық түсімінің артуы, өнеркәсіп орындарының көбеюі. Жаңа экономикалық саясат өнеркәсіп пен саудаға қандай өзгерістер әкелді? Өнеркәсіптегі өзгерістер: кәсіпорындар сала бойынша ірі тресттерге біріктірілді. Ұсақ кәсіпорындар жекеменшікке берілді. Өнеркәсіп, теміржол, көлік тасымалы шаруашылық есепке көшірілді. Өнеркәсіптегі кемшіліктер: Қазақстан шикізаттық бағытта ғана дамыды. Тресттердің пайдасы орталыққа кетті. Тауар айналымындағы өзгерістер: 1921 жылы айырбас туралы декретте жеке саудаға рұқсат беріліп, жәрмеңке саудасы күшейді. Бірінші, Семей губерниясында Қоянды Баянауыл жәрмеңкесі. Екінші, Ақмола губерниясында Атбасар жәрмеңкесі. Үшінші, Ақтөбе уезінде Ойыл темір жәрмеңкесі ашылды. Ауыл шаруашылығындағы өзгерістер: әскери коммунизм саясаты кезінде азық-түлікке енгізілген салғырт жойылып, оның орнына салық енгізілді. 1924 жылы 1 қаңтардан бастап салық тек ақшалай төленетін болды. Мал өсіретін қожалықтар салықтан босатылды. Нәтижесінде
егіс көлемі ұлғайып, мал саны өсті. ЖЭС кезінде кеңес өкіметі тарапынан қандай тиімді реформалар жүзеге асты? Қазақстанда 1921-1922 жылдары жер су реформасы жүргізілді. Бұл реформаны жүргізу үшін 1921 жылы қосшы одағы құрылған болатын. 1924-1928 жылдары мал саны 40,5 миллионға жетті. Жаңа экономикалық саясаттың тоқтатылу себептері. Бірінші, кеңестік идеологияға қайшы келуі. Екінші, шетел капиталының арта түсуі. Үшінші, ұсақ тауар өндірушілерге қарсы күрестің күшеюі. Сонымен, жаңа экономикалық саясат жылдары республиканың халық шаруашылығындағы өзгерістердің орын алып, елдің дағдарыстан шыққанын, экономикалық дамуда жаңа өзгерістердің орын алғанын көрсетті. Оқушылар, біз бейнематериалды көріп аяқтадық. Ал енді қысқаша конспектті оқыңыздар. Оқушылар, егер конспектті оқып болсаңыздар, тапсырма орындайық. Бірінші тапсырма әскери коммунизм мен ЖЭС-тің негізгі идеяларын тірек сызбаға орналастырыңыздар. Яғни осы жерде оқушылар бізге керекті сөздер берілген, осы керекті сөздерді сіздер қойып шығу керексіздер. Оқушылар, егер сіздер бірінші тапсырманы орындап болсаңыздар, екінші тапсырмамызды орындайық. Екінші тапсырма оқушылар тест. Оқушылар, егер тапсырмаларды орындап болсаңыздар, бүгінгі біздің сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.